менің каналымның тұрақты көрермендері мен қонақтары. Бүгін көшеге шығып, біраз серуендеп қуанып жүрміз. Сол көшеге шыққан уақытты босқа жібермей, сіздерге кезекті бір орыс тілі сабағын өткізіп жіберейін деп тұрмын. Сонымен өткенде мен айтқанмын, етістік деген ауқымды тақырыпқа көшеміз деп. Етістік ауқымды тақырыбына көшпестен бұрын мен сіздерге сын есімді түсіндіргім келіп тұр. Орыс тілінде сын есім қазақ тіліндегі сияқты заттың түрін, түсін, сапасын білдіреді. Қазақ тілінде сын есімге қандай деп қана бір сұрақ қоятын болсақ, орыс тілінде какой, какая, какое, какие деп сұрақ қоямыз. Неге? Себебі сын есім заттардың родына қарай өзгереді және санына қарай өзгереді. Осыны еске сақтаймыз. Род дегенді мен сіздерге уже түсіндіріп кеткенмін. Мужской, женский және средний род. Мысалы, замечательный парк. Парк дегеніміз мужской род. Қандай тамаша? Тамаша деген сөз замечательный. Окончаниесі ый болады. Яғни мужской родтың түрін, түсін, сапасын білдіретін сын есімдер ый, и, ой деген окончаниеге аяқталады. Близкий друг, жақын дос. Друг мужской род, близкий, жақын деген сын есім иге аяқталып тұр. Близкий друг. Немесе добрый дедушка. Дедушка қандай род? Мужской род. Оны өткен бізде мен сіздерге түсіндіргенмін. Аға аяқталып тұрса да дедушка жынысы ер адам, сондықтан ол мужской род болады. Яғни добрая дедушка емес, добрый дедушка. Келесі замечательная погода. Погода не ауа райы. Аға аяқталып тұр, женский род. Женский родтың окончаниесі а немесе я немесе мягкий знакқа айналатын сөздер, аяқталатын сөздер. Замечательная погода, маленькая девочка. Қандай қыз? Кішкентай қыз. Маленькая девочка. Женский род. Ал енді средний род өздеріңіз білетіндей о, еге аяқталады. Сын есімде осы окончаниелермен аяқталады. Мысалы үшін утро, таң, утро, оға аяқталып тұр. Средний род. Замечательное утро дейміз, керемет таңғы уақыт деген сөз. Замечательное утро. Немесе окно, окно, большое окно, большое окно деп жазамыз. Сонымен бүгінгі тақырып сондай қатты қиын емес деп ойлаймын. Сын есімдер олардың жаңағы род бойынша және сан бойынша, саны бойынша өзгеруі. Сан бойынша да өзгереді. Мысалы үшін бір ғана бала болса, умный мальчик, немесе замечательный ребенок деп айтамыз. Ақылды ұл немесе жақсы бала. Тамаша бала деп қазақша айтпайды, енді замечательный ребенок, керемет бала деп айтамыз. Ал егерде көп болса, онда замечательные дети. У вас замечательные дети. Дети көпше түр, сондықтан да замечательные деп өзгерттік. Көпше түрде сын есім ие болып өзгереді деген сөз. Немесе ие болып өзгереді. Например, большие глаза. Глаза екі көз. Бір көзді ғана айтсақ глаз дейміз. Көздер үлкен деген сөз большие ие глаза. Сонымен келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар. Сіздерге Өскемендегі ертіс өзенінен сәлем. Сабақ ұнап жатса әдеттегідей лайк басамыз, ұнамаса дизлайк басамыз, пікір қалдырамыз және каналда қонақ болып жүрмей тұрғылықты оқырманы болып жазыламыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.